Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі сіздерге ұсынар видеомыз мәдени іс-шара туралы болмақ. Үстіміздегі жылдың 26 қарашасы мен 28 қараша аралығында Қазақстан Республикасында Біріккен Араб Әмірліктерінің елшілігі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Біріккен Араб Әмірліктерінің құрылғанына 50 жыл толуына орай мәдени іс-шара ұлттық күнді өткізді. Осы іс-шара аясында түрлі мәдени шаралар орындалды. Соның бірі Экспо 2017 көрмесінде Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толды деген жазу Нұр әлем шарында бейнеленді. Сол секілді аталған Нұр әлем шарында Біріккен Араб Әмірліктерінің құрылғанына 50 жыл толды деген жазу бірнеше тілде бейнеленіп, оны Астана жұртшылығы кешкі уақытта тамашалады. Сол секілді осы мәдени іс-шара ұлттық күн аясында Қазақстан Республикасының мерекелерінің бірі тұңғыш президент күні 1 желтоқсан күні де аталып өтті. Аталған ұлттық күн аясында Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласында Абу-Даби Плаза ойын-сауық орталығында елшіліктің ұйымдастыруымен түрлі мәдени іс-шара өтті. Соның бірі Біріккен Араб Әмірліктерінен келген Әл-Мазиуди тобы. Ол топ Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық биін көпшілік жұртшылыққа паш етті. Сол секілді аталған іс-шарада Қазақстан Республикасының мәдениет министрі Нұр-Сұлтан қаласының әкімі бой көрсетті. Бұл іс-шаралардың барлығы екі елдің арасындағы қарым-қатынастың, дипломатиялық қарым-қатынастың, екі елдің арасындағы өте жоғары деңгейдегі ынтымақтастықтың куәсі болып табылады.